Достым, Нұрсұлтан қаласына пәтер сатып алдым ба? Енді сол пәтеріңе жөндеу жұмыстарын жүргізу керек па, яғни ремонт? Онда мен саған сол жөндеу жұмыстарына қанша ақша кететінін, қандай шығын болатынын қазір айтып беремін. Мақсатпен бірге болыңыздар. Достар, қараңыздар. Кез келген үйге ремонт жасау үшін ең бірінші сіздер жұмыс күшін тауып алуларыңыз міндетті. Жұмыс күшін біз таныстар арқылы іздейміз, кімді ұсынасын, қайдан ұсынасын, одан интернет арқылы іздейміз, яғни әртүрлі сайттардан ол кісілер жайлы жазылған отзыв, басқасын да іздестіріп отырамыз. Тапқаннан кейін бізде үш сұрақ бірден туындайды. Яғни қаншаға жасайды, сапасы қалай, уақыт мен үйімді, яғни осы үйімді қанша уақыттың ішінде бітіріп береді деген. Енді ремонт мәселесіне келетін болсақ, достар, ремонт мәселесі үш классқа бөлейік дәл осы жерде. Яғни эконом класс, стандарт плюс. Енді әрине бизнес, премиум, дизайн бағаны ремонт барысында оны да қосуға болады, бірақ дәл осы жерде біздің алатын мысалымыз орташа, яғни тұратын отбасы, орташа табысты, сондықтан бұл жерде біз алғашқы үш қана категорияны қарастыратын боламыз. Яғни қаражаттарыңызға байланысты бизнес премиумды жасатсаңыздар болады. Қарастырып отқан пәтеріміз бір бөлмелі пәтер, 40 квадраттық, яғни 40 шаршы метрлік. Енді эконом, стандарт плюс деген класстарға бөлдік. Экономға не кіреді, яғни жұмыс күші бұл жерде. Осы Нұрсұлтан қаласы бойынша, бұл мәселе бойынша мен 30-дан астам үйді, 30-дан астам осыны жұмыс саласында жүрген адамдармен сөйлесіп зерттеген, сондықтан бұл ақпарат шындыққа өте қатты жанасады, яғни шындық. Енді жұмыс күші эконом класса 8.000 теңгеден 1 шаршы метріне 10.000 теңгенің арасында, яғни бұл жерде эконом класс арзан, ремонт жасап, кіріп ап, арендаға беріп, немесе бірінші кезде тұра тұрғанға болады десеңіздер, бұл жерде сіздер материалға бағанағы смес, обой, кафель дейтіндерге сіз 600 теңге кетіресіз. Яғни бұл жерде сіз ламинат қойамайсыз, бұл жерде линолеум, обой, кафель, есік, яғни жұмыс күшімен осы сіздің толықтай шығындарыңызды зерттеп зерделейтін болсақ, бұл жерде сізде 920 мың, яғни шығын шығады. Үйіңіздің ремонтына 920 мыңды 40-қа бөлетін болсақ, әр квадраттық метріңіз эконом класста сізге 23 мың теңгеге айналды деген сөз. Енді келесі стандартқа келетін болсақ, бұл жерде жұмыс күші шамал қымбатырақ, бұл жерде 10 мың мен 12 мыңның арасында, бұл жерде де материалға 600 мың емес 800 мың кетеді. Бірінші эконом классқа салыстырған кезде бұл жерде ламинат 32-ші класс қою мүмкіндіктеріңіз бар. Қосымша шамал қымбатырақ обой, шамал қымбатырақ кафель, шамал қымбатырақ есік қоясыздар. Енді 40 квадраттық метрге бір бөлмелі пәтерге стандарт ремонтын жасау үшін сізде 1 миллион 200 теңге жұмыс күшін есептегенде болу міндетті. Яғни 40-қа бөлетін болсақ, 1 шаршы метріне 30 мың теңге. Үшіншісі стандарт плюс, достар. Бұл жерде, яғни жұмыс күші 12 мың мен 15 мың арасында, материалға біз бұл жерде 1 миллион теңге деп жаздық. Ламинат бұл жерде де 32-ші класс, обой шамал қымбатырақ, стандартқа қараған кезде, кафель де қымбатырақ, қосымша бір бөлмеңізге, яғни бұл жерде айттық қой, бір бөлме кухня, екінші бөлме сіздің үлкен бөлмеңіз, сол жерге көріп жүргізіп алсаңыз болады төбесінен. Қосымша есік және де кішігірім дизайн элементтері бұл жерге кіреді стандарт плюске. Енді стандарт плюсте сіздің жиынтық шығыныңыз 1 миллион 480 мың теңге болады. Бір бөлмелі пәтерге 40 шаршы метр. 1 миллион 480 мыңды 40-қа бөлетін болсақ, әр шаршы метрге сіздер 37 мың теңгеден төлейтін боласыздар. Қымбатты достар, қымбатты жақсыларым, ақпарат сіздерге пайдалы, ыңғайлы болды деп ойлаймын. Әрқашанда мен парақшама жазылып, мені тыңдап оқып жүріңіздер мақсатпен мақсатқа.